ешкімге артық сөз айтпайсың, себебі нервный система керемет. Енді мына жерде айтайын ба? Енді бұл, конечно, сердечно-сосудистый система дейміз, жүрекке де жақсы, қан тамырына да жақсы сердечно-сосудистый система. Желудочно-кишечный тракты дейміз, асқазаннан бастап, асқазан, бауыр, өт жолы, поджелудочный железа, кишечник, соның барлығы нормаға келтіретін осы саумал. Одан басқа жаңа өттері қойылып қалатын адамдардың өттерін сұйылтатын саумал. Қою қанды сұйылтып, ішіндегі тромбылардың бәрін ерітіп, холестериндерді жоғалтып, именно жаңа қан тамырын жақсы айналдырып, нормаға келтіретін саумал. Сосын екінші жаңа айтып отырғаным, клеткіге, жаңа айтып отырмын ғой, мен іштім дедім да, дәрілерді. Осыған дейін бабиларды іштім. Ол бабилар, оказывается, басқа жақтікі, оның құрамындағы биологиялық заттар біздің клеткімізге генетически сіңбейді екен, қыздар. Ол заттар баратта клеткінің айналасында тұрады, клеткінің ішіне